Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар? Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Елімізде маусым аралық үзіліс аяқталуға жақын. Осы сенбі күні, яғни 22 ақпанда Астана Арена стадионында суперкубок үшін болатын маусымашар матч өтеді. Онда ел чемпионы Қайрат пен кубок иегері Ақтөбе командалары кездеспек. Ал әзірге сіздердің назарларыңызға өткен маусымдағы Қазақстан премьер-лигасында орын алған автоголдар топтамасын ұсынамыз. Өз қақпасына өзі гол салып алу өте өкінішті әрине. Дегенмен 2024 жылғы Қазақстан премьер-лигасының ойындарында 6 автогол салынған екен. Тамашалаңыздар. Және де каналымызға жазылып қойыңыздар. Лайк басып пікір жазсаңыздар, сіздерге алғысымыз шексіз болады. Бағанасына тиді, соққы жасаған Бизденашвили болатын. Иван Коргалидзе есімді грузиялық азамат, мына бір голды қараңыздар. Сен соқпасаң саған соғады қағидасы орын алды. Матчтың 18-ші минутында бұл жерде қақпашы өз қақпасын жоғалтып алған секілді. Сондай-ақ қорғаушылар да бұл жерде Никита Калмыковқа кедергі келтірді ма, оны қазір қайталап көрсетінде анық көретін болам. Оның алдында қараңыздар, Бизденашвили қандай Каямбаның ойын түсініп қойды, Асқар Тағыберген. Қапталға қарай жылдам пас. Алыстан соққы, қорғаушыларға тиді, бірақ шабуыл жалғасады. Ай, автогол. Ордабасы командасы есеп ашып отыр. Қапталдан Златан Жихович, бұл енді сербиялық легендердің еңбегі бұл голда. Ой-ой-ой-ой-ой, және Қайрат командасы есеп ашты. Бұл жерде Қайраттың ойыншысы гол соқтың әлде Ордабасы футболшылар доп тикпейтін екен. Не болса да гол есепке алынды. Бұрыштама көп кезде стандарт топтарына көп жағдайда иек артады және ой-ой-ой, гол есепке алынды. Қазір жеңіс командасы бұрыштаманың арқасында расында есеп ашты. Доп қақпашты еніп кетті. Дәл төреш. Қазір көрейік бұрыштамадан. Бұл гол. Гол ешкімді дауы жоқ енді ешкім. Және автогол екен ғой, қараңыздаршы. Ой-ой-ой. Бұл автогол қалды деп. Автогол автыратанып отыр. Қорғаныс ұстап бұл Сорокин және Мартинович. Жақсы пас алмасты. Ибрахим Халил жетті айып алаңына. Және автогол. Автогол болу керек бұл. Тепкен добы Тұран футболшысына тиіп отыр. Георгий Заря бер жақта тұрды, ал Ибрахим Халил Юлдашев бәрін өзі ұйымдастырып өзі аяқтады. Шашын түйген екі жігіт бүгінгі матчта керемет енді екеуі де. Размигрившим. Допты әуелетіп көтеріп берді. Және гол! 4-0. Астана командасы 4-ші голын соқты. Джеффри Чинеду мәз бұрыштамадан келген допты қақпаға бағыттай салды. Шарт сағат ішінде Елорданың командасы қарсылас қақпасында 4 гол соғып тастады. Астана